Сәлем достар, мен бүгін қазіргі кездегі сұранысқа ие салаттардың бірі пирамида салатын жасайтын боламын. Бұл салат дастарханға салғанда өте әдемі көрінеді және дәмі де арнайы соуспен жасалғандықтан ерекше дәмді міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға ыдыс құрғақ және таза болу керек. Колбасамызды жіңішке әрі көлемді етіп тураймыз. Негізі колбасаның орнына охотничий сосиски болса тіпті жақсы, егер бар болса міндетті түрде охотничий сосиски тураңыздар. Одан кейін натуральный твердый сыр тураймыз. Мен негізі 2 порция жасап жатырмын, яғни 2 тарелкаға жасап жатырмын. Описанияға тек 1 порцияның рецебін саламын, ал сіздер 2-3 тарелкаға 2-3 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Содан соң корнишон тураймыз. Мендегі корнишонды турағаным видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде тураңыздар. Черриді де ортасынан бір бөліп сала береміз. Міне біз черриді турап болдық. Енді свежий огурцы бар болса қосып жіберсеңіздер болады. Бұл свежий огурцы да салатқа өзіндік дәм береді. Егер жоқ болса қоспасаңыздар да болады. Енді аздап чечилді турап қосып жібереміз. Және укроп пен гинзаны да ұсақтап турап қосып жібереміз. Ал енді соусын дайындаймыз. Ыдысымызға майонезді, жарты шай қасық горчица көп қоспаңыздар, тұз, міндетті түрде чеснок және аздап лимон шырыны. Осылардың барлығын жақсылап араластырып салатымызға қосып шығамыз. Және араластырып осы тарелкамызға бірден салып шықсаңыздар болады. Енді үстіне жіңішке етіп түтілген чечилді дәл видеодағыдай салып шығамыз. Және жан жағына қалауларыңыз бойынша горох салып шықсаңыздар болады. Әрине ол өз қалауларыңыз бойынша. Міне біздің салаттарымыз да дайын болды. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда тағы да көптеген рецепт салатын боламын. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.